Ақылды адам өз ортасына бейімделеді, ал ақымақ адам ортаны өзіне бейімдегісі келеді. Бірақ тарихты дәл сол ақымақтар жасайды. Болашақ арманға байланысты, сондықтан армандау үшін жатып ұйықта. Өмір бойы өз жерімен бір шошқамен әуре болды, ақыры өзі де бір уыс топыраққа, бір шошқаға айналды. Өтірікшінің шын жазасы, басқалар оған сенбейтіндіктен емес, өзі енді ешкімге сене алмай қалатындықтан. Егер сенде бір алма, менде де бір алма болса, алма-алмаға айырбастасақ, бәрібір әрқайсымызда бір алмадан қалады. Ал егер сенде бір ой, менде бір ой болса, ойларымызбен алмассақ, әрқайсымызда екі ойдан болады. Қателесіп көрген өмір, ештеңе істемеген өмірден артық әрі мағыналы. Мен балалардың білімге ұмтылғанын қалаймын, білімнің балаларды қуалап жүргенін емес. Әр табысты ер адамның артында бір әйел тұрады. Әр сәтсіз ер адамның артында екі әйел тұрады. Айтатындар бар, біз бұл өмірге өзгелерге көмектесу үшін келдік дейді. Егер бұл шындық болса, онда өзгелер бұл өмірге не үшін келді? Махаббат қайырымдылық емес, сондықтан оны оңды-солды үлестіре алмайсың. Адамның ұятқа қалған істері неғұрлым көп болса, оның даңқы соғұрлым үлкен болады. Барлық дүниелік билік адамды арамза етеді. Жарықтың жылдамдығы дыбыстан жылдамырақ болғандықтан, адамдар ауыз ашпай тұрып-ақ ақылды болып көрінеді. Еркіндік жауапкершілік, сондықтан адамдардың көбісі еркіндіктен қорқады. Жастық керемет кезең, оны босқа өткізу қылмыс. Еңбек білімге апаратын жалғыз жол. Үнсіздік менсінбеудің ең кемел түрі. Бұл дүние мінсіз болса, бізде істейтін ештеңе қалмас еді ғой. Қазіргі сәтте жер бетінде сенімен өмірін өткізуге лайықты 20 мың адам бар. Бірақ сен кіммен бірге болатының, кіммен бірінші кездескеніне байланысты. Адамдарды көп көрген сайын, иттерді жақсы көре бастаймын. Жаппай таралған нәрсе міндетті түрде биік, асқақ деген сөз емес. Онда тұмау да асқақ болғаны ғой. Алғашқы махаббат, аздап ақымақтық және мол қызығушылық. Неғұрлым көп оқысаң, соғұрлым көп білесің. Неғұрлым көп білсең, соғұрлым көп ұмыта бастайсың. Неғұрлым көп ұмытсаң, соғұрлым аз білесің. Ендеше не үшін оқимыз? Мен ақылды болып туғанмын, мені оқыту арқылы бұзды. Ақымақ адам әрқашан өзінен де ақымақтардың өзін таңдайтынын таба алады. Мені мақтай қалса, ыңғайсызданамын, өйткені аз мақтап тұр. Мен жағаға жетіп алған соң барып, сендер құтқару шеңберін лақтырдыңдар. Үйленгің келсе үйлен, бойдақ болғың келсе солай бол. Ақырында бәрібір өкінетін боласың. Өмір қысқа ғана шырақ емес, бұл бізге уақытша ұстатылған алау. Біз оны жарқырата жағып, келесі ұрпаққа тапсыруымыз керек. Тарих көрсеткен тәжірибе, адамдар тарихтың тәжірибесінен сабақ алмайтынын дәлелдейді. Өмірдің екі үлкен азабы бар. Біріншісі, аңсағаның орындалмауы, екіншісі, орындалуы. Сен айтқандай, бұл екі үлкен трагедиямен де байланысты, үміттің жоғалуы және үміттің орындалуы. Өмір ішуге міндетті екі бөтелке сыра сияқты, бірі тәтті, бірі ащы. Тәттісін ішкің келсе, соңынан ащысында ішуіңе тура келеді. Жалған білім надандықтан да қауіпті, сондықтан одан сақ болу керек. Өмірдің екі мұңы бар. Қалау орындалмаса күйзеліс, орындалса тағы да күйзеліс. Сондықтан мен осы шекарадағы сәттен рахат табуға тырысамын. Егер біз өзіміз мойындайтын ұлы мақсаттар үшін күш жұмсай алсақ, ал өз тәніміздің неге бұл әлем менің көңілімді көтермейді деген шағымнан жоғары тұра алсақ, шынайы бақыт сол болар еді. Ізгілік өзіңді жамандықтан тежей білу емес, жамандықты істеуге құлқыңның болмауы. Тұрмыс ауыр, өмір сұрықсыз. Қоғамда ең бай адамның өзі тек сұрықсыздық пен бақытсыздықты ғана сатып ала алады. Үй адамның кемшілігі мен жеңілістерін жасыра алатын жалғыз орын. Ол, сонымен бірге махаббат пен мейірімнің ордасы.